Сәлеметсіңдер ма, қымбатты оқушылар? Мен жас буын жалпы білім беретін орта мектебінің 2-ші сынып мұғалімі Өтегенова Борангүл Мырзабекқызы. Көркем еңбек пәні бойынша бүгінгі өтетін сабағымыз монотипия жасаймыз. Сабақтың мақсаттары: шығармашылық идеяларын дамыту үшін белгілі дерек көздерінен ақпараттар жинау. Талқылауға арналған сұрақтар: монотипия шыны немесе қатырма қағаздың бетіне салынатын түсті дақтардың таңбалары. Таңба бір данамен ғана жасалады. Жануарларды монотипия тәсілімен салу өте қызық. Жұмыс жасау үшін саған қағаз, бояу, қылқалам, қарындаш керек. Монотипия тәсілімен жұмыс жасасаң, қиялыңа қанат бітіреді. Жұмыстың жасалу ретін білейік. Бірінші, қатты қағазға гуаш бояуларымен негізгі суретті сал. Екінші, оның бетін жұқа қағазбен жауып, қозғалтпай ұста. Үшіншіден, қағазды ақырын көтер, қозғалтпауға тырыс. Төртінші, таңбаны ұсақ бөлшектермен толықтыр. Міне, жұмыстың реті. Көріп алыңдар, қалай салынғандығын. Ең бірінші біз қатты қағазға гуашпен, бояулармен негізгі суретті салдық. Екінші, оның бетін жұқа қағазбен жауып, қозғалтпай ұстап отырамыз. Үшінші, қағазды ақырын көтереміз. Себебі жаңа салған суретіміз бұзылып кетпеу үшін. Төртінші, таңбаны ұсақ бөлшектермен әшекейлейміз. Ал енді оқушылар, сабақты бекіту мақсатында мінекей балықтың қаңқасының диаграммасын толықтырамыз. Ол үшін сендер бұны дәптерлеріңе сызып алып тапсырасыңдар. Мақсаты қандай, тақырыбы, монотипия қалай жасалынады, қандай құралдарды пайдаланамыз, пайдаланған құралдарыңды айтамыз. Осыны толықтырып, үй тапсырмасын орындап жібересіңдер. Үйге тапсырма: оқулықтың 100-101 бетін оқимыз және монотипия тәсілімен қоянды саламыз. Хош, сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше